тізімге Атырау, Павлодар және Маңғыстау облыстары қосылды. Соңғы ақпарат бойынша Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде Центр новости және де мен оның жүргізушісі Бақберген Бердібек. Бүгінгі көретіндеріңіз. 11 мамырда төтенше жағдай режимі аяқталады дейді. Ол жайында президентіміздің мәлімдемесі Ақорда сайтында шыққан екен. Елімізде букмекерлік конторалар жабылып жатыр екен. Енді оған біреулер шулап жатса, ал біреулер қуанып жатыр. Елімізде коронавирус ауруы Ема, тағы коронавирус ба? Бітірді ғой мынау. Басың істеме, бұл жаңалық. В смысле басың істеме, қалай сөйлеп тұрсың? Бұл сенің жұмысың ғой, сен міндеттісің ғой. Айналайындары күнде одно и то же шаршап бітірді ғой. Менің же мына жерімде тұр, мына жерімде, білесің ба сен оны? Бұл сенің жұмысың, сен міндеттісің ғой. И че, не болыпты мына? Не басқа жаңалық жоқ па одан айтатын? Ал не айтасың? Айта, охота жайлы, футбол жайлы, қыздар жайлы көп қой мына жаңалықтар. Немене осыған келіп тіреліп қалыңдар сендер? Басымды ауыртпашы. Берейші, немене деп тұрсың мына? Бетіңе шаптап тастайын қазір, мазған қыртпай жүргізбеймін мына. Жүргізбесің одан. Өздерің жүргізбеңдер, маған не дейсіңдер? Надоел уже күнде өзім жүргіземін. Ана төрт негрге айтыңдаршы, есекті алып кетсін. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, эфирде Центр новости және де мен оның жүргізушісі Тілеубаев Ербосын. 11 мамырда төтенше жағдай режимі аяқталады дейді. Ол жайында президентіміздің мәлімдемесі Ақорда сайтында шыққан екен. Жалпы ауылды аймақтарда бұған қарамастан тұрғындар карантиннен ерте шығып кетті деген сыбыстар шығып жатыр екен. Жалпы енді бұл сыбыс рас па? Оны қазір біздің тілшіміз тікелей эфирде анықтап беретін болады. Оңғар, сен эфирдесің. Рахмет Ерболсын, көріп тұрғандарыңыздай мені шыбындар мазалап жатыр. Үйдегі адамдар тіршіліксіз жата алмай жатыр. Бұған қарап отырсаңыздар, ауыл аймақтағылар жан-жақты тіршілікпен айналысуда. Қайнар ауылы қазіргі қарап тұрсаңыздар тып-тыныш, бірақ карантинді бүкіл жұрт сақтамай жатыр. Ел жұртта 42.500 алдыма деп өкімет әр үйді қарап жатқанына кім кепіл? Оны карантин деген бәрі ғой, магазин ішінде отырмыз міне. Сауда жоқ, ештеңе жоқ, әйтеуір бірдеңе 5-10 теңгеге бірдеңе әйтеуір беріп қоямыз. Карантин басталғалы бері ауылдың дәмін татып қалдық қой. Сүт, айран шыққан бір мәз болып қалды. Былай өтсең не постыдан өте алмайсың, қайтып туысқандар келсе олар өте алмайды. Келесі жұмыс тарс беріп тастаған ғой. Жұмыс жоқ қазір магазин ішінде. Сауданы жасап қойып арасында әкім келіп тексеріп тұрып, маска тақтыңдар ма, что там не істеп жүрсіңдер? Ой, міне маска көріп тұрсыңдар. Ол масканың ізі түсіп қалған ғой бетке. Ана антисептик қайда деп қойды, антисептик ол антисептик. Спирт құйыңдар дейді. Оны спирт қаққа табысың. Оған спирт құйған жоқ, біз оған арақ құйып қойдық шеше міне. Енді құрметті қазақ елі, тезірек коронавирустан бәріміз аман есен құтылайық. Бәрі жазылып кетсін. Қазақтар көбейсін, қытайлар азайсын, короче. Жалпы ел жұрт не демейді, тикток түсірем деп күн көрем дейді. Өздеріңіз көргендей ауыл тыныш, мына сиырдан басқа ешқандай тірі жан көрінбейді. Тілеубаев Ербосын, Жанділда Оңғар, 09 арна, сау саламатта болыңыздар. Құрметті көрермендер, бұл жай ғана оттаған әңгіме екен. Жалпы енді 11 мамырды сабырлықпен күткеніміз дұрыс болады, ал оған дейін көтенімізді қысып үйде отырайық. Қазіргі таңда еліміздің қалаларында букмекерлік конторалар жабылып жатыр екен. Енді бұл жағдай біреуге қайғы сыйласа, біреуге қуаныш сыйлап жатыр. Сондай жеңіл ақшаға беріліп кеткен бір азаматтың жұбайы миымызды жиып қуанғаннан сұхбатын берген екен. Ендеше экранға назар аударайық. Әлімтің жабылғаны тұрыш болды, ана жермек деген байым сояқтан шықпайды, ақшам бәрін құрт түседі. Қайдасың жаным, қайдасың, өзіңсіз өтті қыс жазым деп отыра Раушан есімді келіншегіміз Асхат деген байына іздеу салып жатыр екен. Оның айтуы бойынша байының кетіп қалғаннан бір күн бұрын үйлену тойымыз өтті дейді. Кетіп қалуының себебі түнде көп осырған екен. Енді біздің бағдарлама арқылы келіншегіміз өзінің кешірімін сұрап, өтінішін білдіргісі келіп тұр екен.
Әрине жаны бардың желі бар демекші, ондай ханның қызында да болып тұрады. Ендеше экранға назар аударайық. Азанда тұрсам, күйеуім жоқ, масқара. Кеше ғана тойымызды өткізгенбізші. Күйеуім аты Асқат жаным, осы телевидение арқылы мені көріп тұрсаң, естіп тұрсаң, үйге қайтшы жаным. Жарайды, түнде осырмайын, пожалуйста, қайтшы, я тебя I love you. Шетелдегі полициялар аса қауіпті қылмыскерлерді ұстап жатса, ал үнді полициялары карантинге бағынбаған азаматтарды ұстап жатыр екен. Соның бірі 8 жасар бала. Ең қызығы, бұл үндістер қазақ тілін біледі екен. Енді бұл маңызды емес. Главный 8 жасар бүлдіршінді ұстап алды. Оның не рұқсат қағаз жоқ, не басында бір санасы жоқ. Енді алдағы 15 күні маймылханада өтпек. Жүруге рұқсатың бар ма? Жоқ. Көтің боқ? Таза ауа демалғанға да рұқсат керек па? Көшеде, далада, немесе есіктің алдыңызда себепсіз таза ауа демалғаныңыз үшін алып кетеміз және 15 тәулікке отырғызамыз. Атак, мен майор полициямын. Бір күнге сұранып кеткен, маған ешқандай рұқсат қағаз ештеңе де керек емес. Ешне мен жібермесеңдер, қазір Нурик досын шақырамда барлықтарын тасталған шығарам. Заңның алда бәріміз бірдейміз. Майор болсаңыз да, генерал болсаңыз да. Бұлай көп адам тұруға болмайды. Таралыңдар, кетіңдер. Мен де кеттім. Таңдар анан, ақылдысына өз. Маған бұлай тұруға болмайды, жоқ кетеді. Орнына қойыңдар анан. Ей, жіберіңдер мен, маған жоқ бет десеңдер жауап бересіңдер ма? Уайымдама, жұқпайтын жерге апарамыз. 15 суткіге отырғызыңдар. Осымен құрметті көрермендер, біздің жаңалығымыз өз мәресіне жетті. Мынау қалай кіріп кеткен мына ақылы? Баста ауыртпашы, сен не шаруаң бар? Қайда кірем, қайда жүрем? Атақты өзім білем. Тыныш көтін қысы өтшейші. Еще қалай сөйледің? Охрана! Ой, мазға. Терпила. Не? Лесек, сен қаяққа қарап жүрсің, ана нері қашып кетті ғына. Бар енді ана алдынан шығып былай қарай кетті ол. Осыларды алып алаттың мен. Неменеге зарплата төлеп жүр, түк жұмысын істемейді. Кешірім өтінем. Осымен құрметті көрермендер, біздің жаңалығымыз өз мәресіне жетті. Сіздермен болған... Кешірім өтінем. Сіздермен болған тілеубай эфир болсын. Ана аяғын ұсташына, немене мені жаққа лақтырып отыр есек. Қарасыңыз кішкенені. Давай басынан бастайықшы, что-то чайып кеттім. Что-то бастадым ба, давай. Осымен құрметті көрермендер, біздің эфиріміз өз мәресіне жетті. Сіздермен болған тілеубай эфирі болсын, және де Центр новости. Амандықта жүздескенше қош сау саламатта болыңыздар. Я құрметті көрермендер, бұл жай ғана оттаған әңгіме екен. Кетіп қалуының себебі шетелдегі полициялар аса қауіпті қылмыскерлерді ұстап жатса, ал үнді полициялар шетелде Сиди дома, не гуляй, сиди все время теперь онлайн. Upgrade your skill, all my homies stay at home. Сиди, all my homies stay at home. Upgrade your skill.